Қайырлы күн. Бүгінгі сабақ ең үлкен ортақ бөлгішті табуды үйренетін боламыз. Ең үлкен ортақ бөлгіш дегеніміз екі санның ең үлкен ортақ бөлгіші деп берілген сандардың әрқайсысы бөлінетін ең үлкен санды айтады. Яғни қандай да бір екі сан беріледі, сол екі санға да бөлінетін қандай да бір үлкен санды табу, бұл ең үлкен ортақ бөлгішті табу. Мәселен, 32 және 24 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін тауып көрейікші. Бірінші амал біз екі жолмен шығаруға болады. Бірінші жолы бұл әрбір бөлгіштерін жеке-жеке жазып шығу. Яғни 32-нің бөлгіштері 1, 2, 4, 8, 16, 24-дің бөлгіштері 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Қарасаңыздар, ішінде ең үлкен сан. Негізі екеуіне де ортақ бөлгіштері ол 1, 2 бар, 4 бар екеуінде де, және 8 бар, Осылардың ішінде ең үлкен ол 8. Демек, ең үлкен ортақ бөлгіші ол 8. Бұл бірінші жолы. Яғни, сіз барлық бөлгішін жазып шығасыз, екеуіне де бірдей санды көрсеңіз, және соның ең үлкен аласыз. Ал екінші жолы бізде ол баған тәсілімен жай көбейткішке жіктеу. Мәселен, мынандай бір үлкендеу сан берілсін. Бұл жерде 2 немесе одан да көп сан болуы мүмкін, жақшаның ішінде. Бұның жазылуы 630 және 252-ның ең үлкен ортақ бөлгішін тап деп жазып тұр бізге. Ол үшін әрқайсысын жеке-жеке жай көбейткішке жүктейміз. Яғни 630-ды 2-ге бөлінеді, 315 3-ге бөлінеді. Дәл осылай мына екінші жол бағаны, яғни жолы бізде тек қана жай сандар болу керек. Дәл осылай 252-ні де жүктеп шығамыз. Жүктеп болғаннан соң біз ішінен ең бірдей, яғни бірдей сандарды іріктеп алатын боламыз. Ол үшін ең үлкен ортақ бөлгіш 630 және 252 сандарының деп тең қойып аламыз. Одан соң енді қалай теріп аламыз? Біз теру үшін екеуінде де бірдей санды қарайық. 2 бар, мұнда да 2 және 2 бар. Мұнда 2 бар. Біз дәрежесі азын алам. Мұнда 2-ның 2 дәрежесі болып тұр, мұнда 2-ның 1 дәрежесі. Әрине 2-ның 2 дәрежесі үлкен. Үлкен алмаймыз. Бөлгіш деп айтып тұрғандықтан ол аз, бөлу. Яғни аз санды аламыз. Демек, мен 2-ның өзін аламын. Көбейту. Келесі бізде 3. Мұнда 2, 3 бар, яғни 3-тің квадраты бар екен. Мұнда да 3-тің квадраты бар екен. Егер екеуінде де бірдей болса, онда сол санды өзгеріссіз аламыз. Демек, 3-тің квадратын аламын. Келесі бізде 5 санын көріп отырмыз. 5 саны ол бізде біреу ғана. Біріншісінде бар, қалғанында жоқ болып тұр. Мұнда бар, бірақ мұнда жоқ. Егер бұның жұбы жоқ, біреуінде бар, қалғанында жоқ, немесе екеуінде бар, біреуінде жоқ, яғни оның барлығында, берілген санның барлығында болмаса бұл сан, онда біз алмаймыз. Келесі бізде 7. Демек, бірдей болғандықтан 7-ның өзін аламын. Ал енді мәнін табамыз, көбейтеміз, сонда жауап 126 болады. Тексеріп көрерік. 630 126-ға бөліне ме? Тексеріп көрейік. Жауабы 5 болады. Жауабы 5 болады екен. Ал 252-ні 126-ға бөлсек, жауабы 2. Яғни екеуіне де қалдықсыз бөлініп тұр. Демек, 630 және 252 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші 126-ға тең деп айтамыз. Келесі мынандай тағы бір әдіс бар, өте оңай бұл. Егер сандардың ең кішісі үлкендерінің бөлгіші болса, онда сол ең кіші сан берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші болады. Яғни есептемей сіз бірден мәнін білуге болады. Мәселен, сізге мынандай бір сан берілсін делік. 120, 40, 20. Енді қараңыздаршы, бұл жерде жауабы 20. Не себепті? Себебі мұнда 120, мұнда ең кіші сан 20, ең кіші сан 20. Осы 20 өзінен басқа, осы тап деп тұрған сандардың ішінен өзінен басқа сандарға қалдықсыз бөліне ме? Яғни 120
120 да 20-ға, 40 та 20-ға қалдықсыз бөлінсе, демек сіз бірден осы кіші санды ала қоясыз. Бізде 120-ны 20-ға бөлсек 6, 40 20-ға бөлсек 2, яғни мына 2 сан мына санға бөлініп отыр. Демек жауабы осы кіші санды аламыз 20.